Тимур мен Егор сауда орталығында қалуға шешім қабылдады. Бұл қаладағы ең үлкен орталық болды. Мен мұны ютубтан көрдім және біз бәрін камераға түсіреміз және тренд болады деп ойладық. Олар сауда орталығының жабылғанын күтті. Біраздан кейін дүкеннің қатты дауыс зорайтқышынан сауда орталығынан шығуларыңызды сұраймыз, орталық жабылады деді. Сосын олар камера жоқ орында іздей бастады. Сосын шкафқа кіріп 1-2 сағат күтіп отырдық. Сосын бәрі рацияда күзетшілердің сөйлесуі естілген жер тынышталды. Бірақ содан кейін жігіттер жасырынған жерінен шықты. Қараңғы бос дәліздер, аздап қорқып кетті. Бірақ содан кейін бұл қалай болғанда да қызық болды. Кейін азық-түлік дүкеніне барған кезде бәрін телефонға түсіріп жүрді. Тимур иығын ұстап күзет камераларының біріне жасырынып күліп тұрды. Олар бейнекамералар жоқ дүңгіршек арасында жүрді және оны тоңазытқыштың артында шыңғырлаған дыбыстарды естіді. Дүкеннің фирмалық тағамын жеп қойды, ал Тимур ет өнімдері бар столының жанында оларға арқасын қойып тұрды. Түнгі ауысымда осында қалуды шешті. Міне тоңазытқыш сүртіп жатыр. Қараңдар, мен оны өшіремін деп ойлаймын. Ол барады және оның жартысы және ол ет бөлімі не болды жанында әкелді. Ол қанды қолымен сүртіп тоңазытқыштың жанында қопсыған адам тұрды. Ол шикі етті турап тұрды. Сонда ол өзін жайсыз сезінді. Содан кейін ол басын бұрып жіберді. Жігіттер оны қандай да бір себептермен оның қанды пакеттермен қорқынышты жүзін көріп қалды. Ол кімнен құтылу керек? Төбеге қарай сөніп бара жатқан дөңгелек айнаға қарап олар қаннан қашып кетемін деген үмітпен қатарлар арасында қаңғып жүрді. Бірақ ол әрдайым өкшесін басып жүрді. Құтқарылу жоқ сияқты көрінді. Сондықтан сен ұсталып қалдың. Бірақ бұл кәдімгі саяси айнадай болды. Кенет жүріп келе жатып алдынан бір топ полициялар шығады. Және Тимур мен Игорь бұған қатты қуанды. Полиция бөлмеге қандай да жолмен кіреді. Ұқсас бөлмеде осында отырыңдар. Қазір менеджер әкелемін деді. Содан кейін ата-аналарыңды шақырамыз деді. Жігіттер бөлмеде отырды. Есік ашылып жаңа көрген құбыжық келіп тұрды. Түні бойы дүкенде жасырынып жүрді. Я, мен оларды бұрыннан көрдім деді.